той деген білесіңдер балалар. 3 жаста, 5 жаста сүндеттеледі Қазақстанда. Ол енді сүндеттелу мұсылманымыздың сүннеті дейді. Енді мына кішкентай баламызды сүндеттеп отырмыз. Бұрынғы ата-бабамыздан қалған салт дәстүр. Енді бұл бала бәрімізді тойға шақырады, сүндет тойға. Келіңдер, тойға жарай ма? Балалар? Сүндет той деген бұл ата-бабамыздың бұрыннан келе жатқан салт дәстүрі, үлкен той болады. Апаларым тойға шақырып кетіп бара жатыр. Азамат бол, құтты болсын. Ой, тойың құтты болсын.